Мессидің қорқынышы қайта оралды. Жол Роналду емес, Мессиді әлем чемпионатынан ұшыра жаздаған Сауд Арабиясының қақпашысы Мохаммед Аль-Овайс. Ал Роналду болса, бұрынғы достарымды көргеніме қуаныштымын деп достарын сағынғанын айтуда. Бұл Месси мен Роналдудың бір-біріне қарсы ойнаған 37-ші матчтар екен. Ал бірге ойнағандарын қашан көреміз? Бүгін Аль-Наср мен Аль-Хиляль клубтарының жұлдыздары бірлескен командасының PSG-ға қарсы өткізген ойынын талқылаймыз. Ойын жай жолдасы кездесу болса да, жалпы 9 голды көрдік. Бұл дегеніміз қақпаға 9 ғана соққы емес, 36 соққылар, қаншама дриблинг, салынбай қалған пенальти және неше түрлі қызықтар. Сіздермен бірге желаяқты арнасы. Қолдау ретінде тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қолдауларыңыз өте маңызды. Роналду қашан ойнайды? Роналду жаңа жейдесімен алаңға қашан шығады деп жанкүйерлер сұрақтарын қайта бітпейтін жауын секілді жаудырды. Міне ал, шықты Роналду, салды голдарын. Әдетке айналып жатқан қосалқы құрамға да кетті. Ал оған дейін қандай қызықтар болғанын шолып шығайық. Сауд Арабиясының астанасы Эр-Рияд үлкен шоу-матч ұйымдастыруға облыста дайындалып, барлық жерге жарнамаларын жүргізе бастады. Месси мен Роналдудың соңғы кездесуі, одан бөлек PSG-ның жұлдыздары және ең маңызды жаңалық ол Роналдудың араб еліндегі дебюттік ойыны. PSG клубының ойыншылары алдын ала келіп, дайындықтарын жүргізе бастады. Дайындық кезінде Месси, Неймар, Мбаппе және Рамос Хакимиді ортаға салып, допты бермей әбден шаршатты. Жалпы франциялық клубтың футболшылары Эр-Риядта өздері жақсы сезініп жүрді. Қолтаңбаларын беріп, жанкүйерлерді қуантумен болды. Матч басталуына аз қалған кезде Роналду PSG ойыншылармен қол алысып, ескі достарын көріп бір марқайып қалды. Рамосқа құлағындағы сырғаңды ұмыттың деп еске салғаны қалай кетті. Одан кейін Неймармен, Мбаппемен, соңында Мессимен де құшақтасып, жақсы бір-екі сөз алмасты. Матч басталды. 3-ші минутта Мбаппе, Неймар, Месси үшеуі пастасып гол жасады. Месси есепті ашты. Тамаша гол. 6-ші минутта енді Роналдудың сәт туындады. Алайда соққысын қақпашы қиналмастан қолына тосты. Артынша Криштианомен болған тағы бір сәт болды. 16-ші минутта дирижер қызмет атқарып жатқан Месси Хакимиге әдемі пас береді. Ал ол болса сол қапталдан ашылып келе жатқан Неймарға тастағанымен Неймар сала алмай қалды. 32-ші минутта Роналду ойынды жарақатына байланысты аяқтауы мүмкін еді. Айып соққысынан көтерілген пасқа Роналду қақпашы Наваспен бірге секіреді. Бірақ Роналдудың басы допқа Уругваймен болған сәттегіде тимей өтіп кетті. Ал Навастың қолы ше? Майк Тайсонның жойқын соққысындай Роналдуды ұрып құлатады. Дәл сол кезде беті қызарғанын байқадық. Матчтан кейін беті тіпті ісіп кеткен екен. Бетімен ең бастысы мидың соққы алу болып шықпаса болды. Навас осы әрекет үшін сарғағаз бен өзінің қақпасына пенальти алып келді. Нүктеде кім? Марега, Мартинес, Аль-Доссари. Пенальтиде Роналду тебетін болса, көп пайызы көрсеткішпен ол голға айналады. Есеп 1-1 және Роналдудың мөрімен бекітіп алған қуану іс әрекеті. 30-ші минутта PSG-ның қорғаушы Бернат Аргентинаны қара терге түсірген Салем Аль-Доссаридің қақпашымен бірге бір шығып кететін сәтінде оны құлатып, қызылға қазылады. Енді франциялық клуб 10 ойыншымен қалды. 43-ші минутта Фабиан мен Мбаппе пас алмасып, соңында жас талант Маркинестің ашылған жағына әуелетіп пас береді. Аяғын қоя салған бразилиялық голға ие болды. Бәрі оңай. 45-ші минутта Месси Мбаппеге сызып берген Мбаппе сала алмай қалады. Қақпашы жарады. Артынша PSG ойыншылары тағы да пас алмасып, Неймар өзінің әдемі дриблингінің арқасында бәрін алдап, түбінде командасына пенальти алып келеді. Варды қараған төреші ереже бұзылғанын растап, қолын пенальти нүктесіне созады. Бірақ Неймар қақпашыны алдай алмады. Мохаммед Аль-Овайс өзінің орнында. Бірінші таймның соңғы секундтары қалған кезде Сауд Абдулхамид Роналдуға пас шығарады. Биік секірген Роналдудың басы мен соққысы бірінші қақпаның бағанасына тиеді. Әттең деп үлгермей жатып, допқа қарай Роналду қайта жүгіріп, екінші рет мүмкіндік алады. Нәтижесінде гол. Навас бұл кезде құтқара алмады. Сонымен Роналду дубль жасап үлгерді. 52-ші минутта Мбаппенің тамаша соққысы орын алды. Алайда қақпашы соққыдан да керемет сейв жасады. 1 минут өтер-өтпесте Мбаппе намысын қолына жинап, допты әрі-бері тартып, қорғаушылардың аяқтарын шатастыра түсті. Ақыр соңы ашық тұрған қақпаға аяқ созылған Рамосқа пас беріп гол соғылады. Рамос қуанышты. Мессидің іс әрекетін жасап жатыр ма? 56-ші минутта Мартинестің бұрыштамадан көтерген пасына Чан Хёнсу пасымен гол соғып есепті 3-3 етеді. 59-ші минутта Мессидің соққысынан кейін пенальти болады. Бірақ маған ол емес, оған берілген Мбаппенің пасы таңғалдырды. Сонымен осы жолдың нүктеде Неймар емес, Мбаппе
соққы, гол. Мбаппе бүгін голсыз қайтпады. Енді матчты осымен де аяқтай салсақ болатын шығар, себебі 61 мен 62 минуттарда алаңнан Роналду, Месси, Неймар, Мбаппе, Хакими, Рамос, Мартинес те кетті. Қосылып құрамнан басқа ойыншылар ойынды ары қарай әрлеуге дайын тұр. Барлық халық осы жұлдыздарды көруге келген соң ойынды ары қарай көруге зауқымы кеткендей болды. Шын айтсам, менің де. Себебі бұл жай ғана жолдас кездесу болған соң, бір команданың жеңісі маңызды емес еді. Менің де көргім келгені тек осы жұлдыздардың ойыны. Егер де бұл бір шешуші сайыс болып, алдағы уақытқа бір нәтиже беретіндей ойын болғанда, алаңға кім шықса да аяғына дейін беріліп көретінін анық. Сонымен матчтағы голдарды айтып тастайын. 78 минутта Гарбидің Уго Экитикеге шығарған пасын ол қақпашының алдына дейін жақындап, соққысын голға айналдырады. Ойын бұл голмен біткен жоқ. Талисканың жойқын соққыларын білесіздер ғой, ол бұл ойында да сол жойқын соққысыз кеткен жоқ. 94 минутта айып алаңынан сыртынан теуіп Доннаруманы шарасыз етеді. Есеп ПСЖ-дің пайдасына 5-те 4 болып бітті. Бірақ есеп туралы ойлап жатқан жанкүйерлер жоқ, не футболшыларда. Ал ұйымдастырып жатқан арабтарға бәрібір, себебі матч голға толы әрі қызық болды. Мақсаттары 100% орындалды деуге болады. Матчтан кейін құттықтау мен марапаттау болды. Ал матч үздігі ол 2 голмен көзге түскен Криштиану Роналду. Негізі Месси де, Мбаппе де матч үздігі деуге болар еді. Себебі олар да өте жақсы ойын көрсетті. Бірақ Роналдудың бұл алғашқы дебюттік ойыны болған соң соған бергеніміз дұрыс болар деп шешім қабылдаған секілді. Оның үстіне 2 голынан бөлек жақсы пастар беріп, жақсы финттармен жанкүйерлерді қуантты. Сіздерге ойын ұнады ма? Бұл әрине Роналдудың араб еліндегі дебюттік ойыны болғанымен, Аль-Наср сапындағы емес. Көп кезде жолдастық кездесулер немқұрайлы және іш пыстырарлықтай өтетін. Бірақ бұл жолы өңкей жұлдыздардан бөлек 9 голды да көрдік. Сіздермен бірге желаяқ арнасы. Бізбен бірге болыңыздар. Құдай қаласа әлі алда талай қызықты контенттермен бөлісетін боламыз. Амандықта жолыққанша, сау саламат.